Қалай мен 0 теңгемен инвестиция тарту арқылы 20 магазин аштым. Осы туралы сіздермен қазір бүгінгі сабағымда бөлісетін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Менде сіздерге арналған нақты схема бар, инструменттер бар. Сол туралы бөлісейін. 1 тиын ақша салмай 20 магазинді қалай аштым. 3 айда алғашқы инвестицияңызды тартып табысқа шығуға болады. Сізде бизнес жоқ болса да, сізде жалпы вообще найымда жұмыс жасап жүрген болсаңыз да, 3 айдың ішінде инвестиция тарту арқылы өзіңіздің армандап жүрген бизнесіңізді бастап кетсеңіз болады. Егер сіз инвестиция тартамын, қалай тартамын, мен инвестор тарту үшін таныс керек қой, достарым керек, анау керек, мынау керек дейтін болсаңыздар, оның барлығы жай ғана сіздің ойыңыздағы кедергілер. Мен инвесторды, ең бірінші тартқан инвесторымды ешқандай таныссыз, ешқандай достарсыз, өзім танымайтын адамнан миллион теңге тартқан болатын. Бұл схема барлық жерде жұмыс жасайтын схема. До конца тыңдаймыз, кеттік ал. Мен Қанат Сәрсенбек, жеке кәсіпкер, Орда маркеттің негізін қалаушы, Қызылорда қаласында туып өстім. 3 миллиард теңге инвестиция тарту арқылы өзімнің бизнесімді масштабқа шығардым. Командамда 30 адам жұмыс жасайды. Алған қалаумен қазір 5 қалада біздің Орда маркеттің филиалы жұмыс жасап жатыр. Дәл қазір мен 50 магазин тек қана Астана қаласында деген проектті бастап кеткен болатым. 2 айдың ішінде біз уже 6 магазинді ашып бастадық. Маған жай ғана консультацияға келген Данияр мырза, жап-жас бала, Ақтөбе қаласынан арнайы Астанаға келді. Қазір 6 мини-маркеті бар. Жай ғана консультация алып 16 миллион теңге инвестиция тартты. Көп адам негізі өзіне келген кезде жұмыттанады. Мен әрдайым айтып жүремін, өзіңіздің біліміңізге инвестиция құйыңыз деп. Дәл осылай Данияр мырза өзіне келген кезде жай ғана консультацияға ақшасын қиды. Соның арқасында қазір 6 мини-маркет ашты. 16 миллион теңге инвестиция. Жай ғана консультациядан 16 миллион теңге инвестиция тартып кетті да. Келесі бізде Жарқынай, яғни менде жұмыс жасауға, маған каникул уақытында жұмыс жасауға келіп, сатушы болып жұмыс жасап жүріп, инвестиция тартудың жолдарын менен сұрап, өзінің мамасын көндіру арқылы қазір жасы 17-де 2 Орда маркетті басқарып жатыр. Өзінің менен франшиза сатып алды, инвестиция тартты, яғни 15 миллион теңге инвестиция тартып 2 филиал жүргізіп отыр қазір. Алған қалаумен. Ойлаңыздаршы, бар болғаны қазір 16 жасында келген қыз 17 жас, 1 жылдың ішінде уже 2 магазинді жүргізіп отыр. Бизнес омен даже үстінен түскен ақшасын, пайдасынан инвестицияда салып, қазір инвесторға айналды. Ойлаңыздар, сатушы болып келген қыз қазір бизнес оменге айналды. Енді келесі Құндыз ханым маған келген кезде ниш жаңағыдай точка асы кәдімгі білім беру орталығында, яғни кәдімгідей платный мектепте сабақ беретіндігін. Сол жерден жұмыстан шығып, ойлаңыздаршы, просто білім алуға келіп, өзі ұстаз болса да білім алуға келіп, жұмыстан шығып, қазір 18 миллион теңге инвестиция тартып, өзінің Астана қаласында Ұлытау маркет деген дүкенін ашып, айына 30 миллион теңге выручка жасап отыр, яғни айына 30 миллион теңге оборот жасап отыр уже. Ашылғанына 6 ай болды. Бір сеттің негізін қалаушы отыр. Дәл қазіргі моментте екінші Ұлытау маркет ашуға әрекет жасап отыр. Ойлаңыздаршы, просто айлыққа жұмыс жасап жүрген ол кісінің де, Құндыз ханымның да қолынан келді. Дәл осылай сіз де жасай аласыз. Алмат шеф дейді, көріп жүрген шығарсыздар, Алмат шеф, Алмат мырза, қазір Алматы қаласында 3 ресторанның иесі. Маған келген кезде 2 рестораны болды. Инвестиция тарту қызық деді, өзінің бизнесі бар, жүріп тұрған, бірақ масштабқа шыққысы келетінін айтқан болатын. Соның арқасында 60 миллион теңге инвестиция тартып, 3-ші точкасын ашып, қазір Лайффиш Хорас Чекин деген Қаскелен қаласына жақында ғана ашқан болатын 3-ші точкасын. Енді қараңыздаршы, жеке брендін дамытты маған келген кезде. Ары қарай өзінің бизнесін масштабқа шығарып жатыр. Плюс инвестиция тартуды жалғастырып жатыр да. Ойлаңыздар. Даже инвестиция негізі көпсі түсінбейді. Инвестиция деген туралы бар. Қазір оны да бөлісетін боламын. Алдағы уақытта инвестиция деген нәрсе бар. Өзіңнің жүріп тұрған бизнесіңде сен инвестиция тартып, келесі филиалдарында ашуға болады. Но бізде көп кәсіпкерлер не істейді, өзінің пайдасын тек қана өзіне жаңағыдай шашып тастайды, былай айтқанда бизнеске қалдырмайды. Сондықтан инвестиция деген нәрсені көбісі түсінбейді. Егер соңына дейін көретін болсаңыз, осы сабақты соңына дейін көретін болсаңыз, мен сізге қалай бизнесті ақша салмай бастау керек екенін бөлісетін боламын қазір. Өз қаражатын салмай, кез келген новичок болсын, жұмыссыз адам болсаңыз да, сізге кәдімгідей бұл схема полный жүре береді, кез келген адамға жүре береді. Бұл әлі күнге дейін жүріп жатыр, маған да жүріп тұр, сіздерге де жүреді, басқа адамдарға да жүреді. Кеттік. Инвестор қайдан табамыз дейді көбісі. Инвестор десе көз алдарына ойбай бір олигарх, бай адамдарды елестетеді. Қателесесіздер. Мен ең бірінші инвестор таксист инвестор болған. Таксиге отырып мен өзіме инвестор тартқан болатын. Таксистке предлагать етіп танымаймын. Таксиде отырып
сіздер сол үшін сырт келбетіне қарап адамды бағаламай олай жасамаңыздар. Кез келген сіздің қасыңызда жүрген адам болсын, даже қой бағып жүрген адамның өзінде де инвестиция салуға сізге қаражат бар. Енді франшизамен табыс табуға болады. Мен дәл қазір өзімде бірнеше франшиза саттым. Алматы, Түркістан, Шымкент деген сияқты қалаларда біздің франшизалармен жұмыс жасап жатыр. Ол туралы бөлсем қазір. Яғни франшиза сатып, готовый бизнес ретінде сатып, болмаса сіз бір жерден жүрмей тұрған магазин болсын, дүкен болсын, кафе болсын, ресторан болсын, соны алып, жүргізіп, готовый бизнес ретінде сатып қайтадан табыс алсаңыз болады. Яғни x10-ге дейін ақша табуға болады. Ойлаңыздаршы, x10 дегеніміз, яғни сіз үстінен кемінде 5-10 миллион теңгеге дейін пайда таба аласыз. Мен танымайтын, ол мені таниды. Просто қарапайым адам қалай кәсіпкерге, бизнесменге, блогерге айналғанын қазір мен соңында бөлісетін боламын. Соңына дейін қарап отырыңыздар. Менде өзімде андай проблемалар болды. Яғни 2020 жылы Астана қаласында менде пекарня бизнесі бар. Әлі күнге дейін жұмыс жасап тұр. Цех өртенеді. Яғни әлі карантин басталмаған, январ айы, қыс қақап тұр. Астанада боран болып жатыр, жолдардың бәрі жабық. Әлі күнге дейін цехымыз жұмыс жасап отыр. Сол цех түнгі 3-тің кезінде өртенеді, пожар болады. Қасымыздағы соседтің үйі, өзімнің үйім, сондай бір үлкен бір қиындықтарға тап болған болатын. Бірақ Алланың қалауымен артынан карантин келді. В общем, соның барлығынан қалай шыққанымды, ол жерде мен қалай қарызға кіргенімді білсем, яғни одан кейін мен не істеймін, пекарня өртенгеннен кейін кредит алып өзім магазин ашып бастаймын. Сол магазин ашып, білімсіз, дымсыз магазинді ашып кетіп, 100 миллион теңге қарызға айналды. Бастаған бизнесім 100 миллион теңге минус қарызға кірдім. Яғни қарыз жабамын деп қарыз алып, кредитпен жабу арқылы көптеген қазір барлық адамдардағы проблема кредит алып, кредит жабады да, сөйтіп үлкен қарыздарға кіреді. Ол үлкен қателік. Бұл жерде мен өзімнің қаржылық сауаттылығым жоқ екенін түсіндім. Қарызға кірген кезде көптеген адамдар менен 100 миллион қарыздан қалай шықтың дейді. Мен ол магазинге қалай қарызға кірдім? Туысқандарым жинап алдым жұмысқа. 25-30 адам туысқандарым, барлығы туысқандарым жұмысқа алып алғам. И ол жерде мен естедім, туысқандарым жұмыс жасаса, бұл компания дамиды, өседі, сенімді адам, тек ағайын туысқан деп ойладым. Дәл қазір менде бірде-бір туысқан жұмыс жасап отқан жоқ. Оны да қазір алдағы уақытта қалай екенін бөлсем сіздерге. 100 миллион қарызға кірген кезде ең бірінші шаг менде қарыздан құтылу болған жоқ. Ең бірінші шаг қаржылық сауаттылығымды, мен білімімді арттыру керек екенін түсіндім. Яғни білімсіз мен ешқайда ары қарай өспейтінімді, қарыздан құтыламайтынымды түсіндім. Сондықтан мен ең бірінші инвестицияны білімге құюды бастадым. Осы жерде бастап мен бірінші білім алуды бастадым. Білім алуды бастаған кезде инвестиция деген сөзді мен не екенін түсінбейтін тұғым. Бірақ қарызға сол жерден ақша алып, өзім бір інімнің атынан кредит алып, яғни білімге инвестиция тартудан бастадым да. Өзіме инвестицияны мысалға бизнеске емес, өзім біліміме тартудан бастадым. Дәл осы кезде ойлаңыздаршы, мен инвестиция туралы білім алуға бардым да. Инвестиция туралы білім алуға бардым. Миллион теңге өзіме инвестиция салу арқылы сол жерде мен көптеген адамдармен, көптеген кәсіпкерлермен танысып, мен ойладым, қазір шығам, ана жерден білім алып шыққаннан кейін қазір маған барлығы инвестор болатындай сондай көз алдыма елестеді. Мен 75 отказ алдым. Ойлаңыздаршы, тоқтамай 75 отказ. 76-шы адам маған миллион теңге салды. Вообще танымайтын адам, ойлаңыздар, 75 отказ алуы арқасында мен егер 10 отказ, 15 отказ или жаңағыдай былай айтады ғой, мысалға Алла тағала сіздерге 10 есік алдыңа береді, 10 есік саған барлығы 10 есікте жауып тастауы мүмкін да, сенің бетіңді қайтарып тастауы мүмкін. Бірақ 11-ші есікті ашып саған дайындап қойған сыйлығы бар да. Дәл сол 11-ші есікті ашпай артқа бұрылып кетсең, сынып кететін болсаң, сол жерде болды, сен өспейсің, ары қарай сенде уже жетістік жоқ, нәтиже жоқ. Негізі нәтиже Алла тағаладан. Сол үшін әрекет жасауды ешқашан тоқтатпаңыздар. Қанша рет құласаңыз да, 100 рет құласаңыз да, 101-ші рет әрекет жасау керек. Бұл жүйе, бұл система, бұл инструмент қалай жұмыс жасайды? Бұл жерде, бұл инструменттің ішінде өзі 6 инструмент жұмыс жасайды. Қазір айтып кете салайын сразу. Ниша, анализ, финмодель, инвестор іздеу, келіссөз, яғни переговор жүргізу, ары қарай сол переговордан кейін масштабқа шығару. Осы 6 схеманы білетін болсаңыз, и дальше жүре бересіз. Бұл 6 схеманың сізге қалай көмектесетінін айтайын, жеке капитализация, яғни сізде вообще ақша жоқ, минустасыз, қарыздасыз, бұл сонда да жұмыс жасай беретін болады. Кез келген бизнеске жарайды. Қазақстанда сұранысы бар нишаларға арналған схема. Былайша кез келген қандай бизнес, сіз нені армандап жүрсіз, қандай бизнесті бастағыңыз келсе, барлығына жұмыс жасайтын схема. Инвестормен жұмыс істеудің нақты жүйесі.
франшизаны сатып алудың пошаговый жоспары, яғни франшизаны қалай масштабқа шығардым, мен франшиза саттым, яғни бұл схема готовый, менікін қолдансаңыз да болады. Цифрмен жұмыс жасау, енді мен кез келген жерде айтамын, қаржылық сауаттылық дұрыс болмаса, финмоделің жоқ болса, цифрың жоқ болса, бизнесті цифрмен басқармайтын болсаң, сен бизнеске вообще келмей ақ қой деймін. Өйткені бизнес ол деген цифрдан құралады, яғни былай айтқанда соғысқа, былай жатқанда бизнесте сен соғыста сен шыдап білмесең жеңіле бересің. Цифрмен жұмыс жасау, келіссөз жүргізу, яғни переговорды жақсы жүргізетін болсаңыз, мен өзім жақсы көремін переговор жүргізгенді, соның арқасында үлкен масштабтарға шығатын, барлығы бір система, бір жүйе, бір инструмент қой. Бүкіл жерге қолдана берсеңіз болады. Алмат мырза, мысалға, Алмат мырза .а, мысалға, ресторан бизнесі, ресторан бизнесі .б 3 точка. Яғни 3 точкасын ашты, личный брендін дамытты, бағана айтып өткендей, реинвестиция жасау арқылы, жалпы негізі 60 миллион теңге инвестиция тапты дегенде, көбісі ойлайды, бұл 60 миллион теңге ақшалай тапты деп. Ол жерде 50% товармен, оборудованиемен тартуы мүмкін. Бұл туралы да қазір мен сабақтың соңында түсіндіріп кететін боламын. Соңына дейін қарап отырыңыздаршы. Азамат мырза тоже нишасы ресторан. Ойлаңыздар, мен магазинмен айналысам да, ресторан бизнесі, кафе, строительный магазин барлығына жарай беретін схема, инструмент. Қораш чекен, фастфуд точкасы бар. Точка Б, ол да 3-ші точкасын ашып жатыр. Алмат мырзамен екеуі партнер, өзінің автокөлігін алдым деп бізге осылай фотосын жіберген болатын. Кәдімгідей бөлісіп, өзінің қуанышымен. Ойлаңыздаршы. Арайлым ханым фастфудпен айналысады. Маған келген кезде өзінің 2 цехы бар, яғни цифры жоқ бірақ. Оборот айналып жатыр, қай жерден қанша пайда тауып жатқанын білмейді. Біз ол Арайлым ханымды заставить ету арқылы, яғни ол кісіге біз кәдімгідей пошаговый схеманы орнату арқылы өзіне финмодель жасап, қазір Алланың қалауымен 3-ші точкасын ашып тастады фастфудтың. 4-ші точкаға әрекет жасап жатыр. Орда маркет сияқты сет жасаймын, Самса фуд деген. Ойлаңыздар, кішкентай бір үйінен бір жаңа духовкадан пісіруден бастаған бұл кісі, соның арқасында 2 цех, бір филиал ашып тастады, қазір 4-ші филиал ашуға әрекет жасап жатыр да. Ойлаңыздар, просто сіздер сияқты үйде отырған, былай айтайыншы сіздерге, көптеген инстаграмда адамдар жазады, аналар жазады, мен жалғызбасты анамын, менің балам ДЦП-мен ауырады дейді. Арайлым ханымда сондай ситуация жағдай болса да, әрекет жасаудың арқасында мен былай айтам, наоборот, сондай сіздерге Алла Тағала бізге қарағанда 10 есе x10 қылып сіздерге жолдарыңызды ашып қояды. Арайлым ханым сияқты инвестиция. Бұл инвестиция тартқан жоқ бұл кісі. Өзінің бизнесін, біз цифрын, схемасын, финмоделін жасап бергеннен кейін, соның арқасында инвестиция жасап точкалерін ашып жатыр ғой. Ойлаңыздаршы, сіздің өзіңіз бизнес жасап жатсыз, бірақ қарыздасыз ба, плюстесіз ба, минустесіз ба, қай жерде табыс тауып жатқаныңызды білмейсіз, өйткені бизнеста цифр жоқ, жүйе жоқ, система жоқ. Ал біздің дайын схеманы, системаны қоюдың арқасында өзіне инвестиция жасай алатынын түсінді да. Инвестиция вообще керек емес екенін түсінді. Сондықтан кез келген бизнесқа инвестор керек, но өзіңіздің ішіңізде инвестиция бар екенін осы жерде түсінді да. Арайлым ханымда осындай точка бар. Меруерт ханым Қытаймен бизнес .асы, точка Б өзінің каргосын ашу, яғни оның открытиясын лично өзім барып лентасын қиып берген болатын. Қазір видеодан көрсеңіздер болады. Бұл Меруерт ханымда қазір өзінің бизнесін, личный брендін дамытып жатыр. Нұрбол мырза Алматы қаласынан келіп, арнайы Астанаға келіп білім алып, біздің схеманы орнату арқылы бұл кісі де 2-ші магазин ашты, инвестор тартты. Қазір Алланың қалауымен 2 строительный магазин жүргізіп отыр. Біреуі үлкен магазин, біреуі шағын 100 квадраттық магазин. Яғни бұл кісі де уже масштабқа шығарып бастап кетті. Нұрсұлтан мырза ресторан бизнесі, білесіздер, Джент деген ресторан Астана қаласында қарап көріңіздер, 100 миллион теңге қарыз, яғни миында 100 миллион теңге қарызы бар. Бизнеске ол инвестиция салған 100 миллион теңге, ол соны қарыз деп ойлап жүрген. Соны біз разбор жасап, цифр орнату арқылы ол кісінің 100 миллион қарыз емес, бұл инвестиция екенін түсіндіріп, қазір банкетный зал ашып бастап жатыр. Дәл жоғарыда айтып өткен жаңа Нұрсұлтан мырза сияқты 100 миллион қарызда жүрмін деп, дәл солай мен де 100 миллион қарызда жүрмін деп, стресске түсіп, быт-шыт ауырып, ешнәрсе көмектеспейді. Сол кезде ең бірінші маған түсінгенім, білім алуға барған кезде маған денсаулығымның қымбат екенін түсіндірді. Яғни біздің Алла Тағала аманат қылып берген 12 мүшеміз сап-сау, оған жететін ешқандай ақша жаңағыдай әкеп табыс деген сізге әкеп бермейді. Кеттік ал. 100 миллион қарыздан қалай шықтым? Ең бірінші білім алудан кейін мен естедім, қарыздарымды менен басқа ешкім құтылмайтынын түсіндім. Менен басқа ол қарызды сіздерге ешкім жауап бермейді. Каждый мен өзімнің жаңа сіздерге жоғарыда айтып өткендей переговор, яғни келіссөз жүргізу арқылы мен қарыздардан құтылып бастадым. Сіз мысалға 100 миллион қарызда жүрсіз, или 50 миллион, или 20 миллион, или 10 миллион, кез келген суммада қарызда жүрсіз, бірақ қарыздан құтылмадсыз. Анау сізді мазалап жатыр, қарыздарыңыз звондайды, күніге телефонға дамыл жоқ, бірақ жұмыс жасап жатсыз, анаған құтылайын десеңіз, тез кәдімгі шелекке су жинаған сияқты ғой қарыз деген. Ана
ақша тапқан ақшаңыз қарызға кетеді, мына бизнесті қайтадан банкротқа алып келесіз да не істейсіз, сіз жаңағы кредит алып кредит жаптым деген сияқты болады ғой, қарыз алып қарыз жапқан сияқты боласыз. Сол үшін тапқан табысты сіз дробить етуіңіз керек, яғни сіздің отбасыңызды асырауға, өзіңіздің квартираңыз бар, басқаңыз бар, соларға сіз қарызыңызды схемасын жасадыңыз. Мен осы схеманы сіздерге беретін боламын, но мен қазір қысқаша түсіндіріп кете салайын, мен қалай құтылдым. Мен 100 миллион қарыз, поставщик болсын, адамдар болсын, банк болсын, барлығына переговор жасау арқылы. Переговорға барып, банктен каникул алдым. 3 ай каникул алдым, ойлаңыздаршы, 3 айға мен тоқтатып қойдым. Олай мүмкін емес десеңіздер, мүмкін. Банкке барған кезде мен былай айттым. Менен қарызды алғыларыңыз келсе, маған 3 ай уақыт бересіздер. 3 айдан кейін мен сіздерге төлеп бастаймын. Олар однозначно маған отказ береді, олар сізге де отказ беруі мүмкін. Отказ берді, мен айттым, хорошо, сотқа берсеңіздер беріңіздер, көп болса счетымды жабасыздар, не істейсіздер, менен ала алмайсыздар. Сөйтіп жылдар бойы сіздер уақыт жоғалтасыздар. Лучше маған 3 ай уақыт бересіздер, қазір письмо жаздым, заявление жаздым, сол жерде қалдырдым, өтініш қылып, маған 3 ай каникул берді. Ойлаңыздаршы, 3 ай каникул мен давить еттім келіссөзім арқасында. Екінші, поставщиктерге де дәл осы схеманы қолдандым. Оларға да кез келгенін айттым, сендер мені сотқа берсеңдер де, сендер менен ақшаны қайтара алмайсыңдар, мен соттың өзінде айтуым мүмкін. Яғни мен сіздерге қарыздарыңызды бермеймін деп жатқан жоқпын, беремін деп жатырмын, бірақ мысалға ойлашы, бір поставщикке менде 3 миллион, біреуіне 10 миллион, біреуіне 5 миллион қарыз болды, мен айттым, дробить етем, сізге 100 мың теңгеден беріп бастаймын, сізге 50 мың теңгеден, сізге 30 мың теңгеден деп осылай дробить ету арқылы мен жасап жатқан бизнесімді банкротқа ұшыратпай, түскен пайдадан мен солай беріп бастадым. Таза табыстан ғана беріп бастадым. Яғни 50%-ын мысалға сен өзіңнің отбасың болсын, өзің жүріп тұрсың болсын, сондай табыстан барлығын алып тастаған кезде ғана сіз үстіндегі табысты бере аласыз. Яғни қарызға 20% ғана қалуы мүмкін төлеуге, сол 20% ғана төлеп отырып, солай құтылып, мына бизнесімнің табысын өсірумен жұмыс жасадым да. Сол кезде сіздің миыңыздағы мышлениеңіз қарыз деген схеманы, мидағы тұрған сигналды алып тастамай, сіз новый бизнеске фокус қоя алмайсыз, ары қарай дамыта алмайсыз. Дәл осылай осы схеманы сіздер де қолдансаңыздар болады. Білім алуға ақшам жоқ, не береді ол маған дейді. Көптеген сұрақтар келеді. 20 мың теңгеге мен оның мастер-классына барамын, машина отырып қайтамын ба? Қымбат қой, 20 мың теңге дейтіндер бар. Или болмаса консультацияңыз 200 мың теңге, 500 мың теңге, сіз маған не үйретесіз дейді. Мен оған одан да бизнес бастамайын ба дейді. Қазір дәл осыны сіздерге неге қымбат? Астында қазір мен бір кейсті көрсететін боламын. Қараңыздаршы, маған вообще танымаймын, Нұрмахан деген жігіт келеді. Алматы қаласында біздің мастер-классқа кәдімгідей 15 мың теңге ма сондай төлеп келеді. Мастер-классқа келеді, бүкіл соңына дейін қатысады. Бізде сол кезде 50 мың ба 100 мың теңгеге бір бизнес VIP пакет деген болды мастер-класста. Алдыңғы қатарда отырасың, кешке менімен ужин деген. Яғни бізге мастер-классқа 50 адам келсе, ана жерде біз 10 адаммен ужин ішеміз дедік. Ол не істеді? Өзінің сенімділігінің арқасында, өзінде қалтасында ақша жоқ болса да, отказ алсам да бәрібір сұрайыншы деуінің арқасында маған сол жер ұнады. Ол жігіттің келіп, жақындап менің қасыма келіп, Қанат мырза, менің 7 мың теңгем жетпей тұр, мен сіздермен ужин ішкім келіп тұр дейді. Қалтамда ақшам жоқ, зайым алып мастер-классқа келген болатынмын, 7 мың теңге ақшам жетпей тұр, ужинға барсам бола ма дейді. Ойлаңыздаршы, мен однозначно отказ бермеймін ғой, ол маған келіп тұр ғой, шаг жасап тұр ғой. Мен оны ужинға алып кетем. Ужинға барудың арқасында қазір Нұрмахан қандай жетістікке жетті қараңыздаршы. ТикТокта мотиваторға айналған ғой, Нұрмахан мотиватор, подписчик, личный бренд дамытып кеткен. Жақында жаңағыдай сол ортаға ужин ішудің арқасында Алматы шеф деп айтып кеттім ғой сіздерге. Сол жігітпен танысады. Алматы қаласында ғой ресторан. Сол жігітке ресторанға амбассадор болады сол жерде. Реклама жасап беруге келіседі өзінің тіл байлығының арқасында, Яғни кез келген адамның ішінде өзінің арыстаны болады деймін. Сол үшін жақында ғана еще менімен видеосымен бөлісті, анамды умраға жібердім, рахмет деп маған кәдімгі жекеме жазып жіберген болатын. Видеоларын көріп шықсаңыздар болады, парақшасына кіріп. Дәл солай просто 20 мың теңгені қымбат деп жүрген адамдар, қазір қараңыздар, зайым 20 мың теңге зайым алдым деп өзі айтты маған. Сол ужинда мен оған 3 күндік офлайн обучениемді мен тегін сыйлыққа бердім. Оның бәрі Алланың қалауымен ғой. Ол не істеді? Сол жерде 7 мың теңгем жетпей тұр деп маған айтпағанда, ол қалып кеткенде ол қалатын еді, болды. Ол қалатын еді, ол осындай жетістікке жете алмайтын еді. Өзінің ішіндегі жігерлігімен, арыстанымен оянып келіп, қасыма келіп, маған шаг жасады. Айтады ғой Алла тағала, маған бір шаг жасасаң, мен саған 10 шаг жасаймын дейді. Сол жерде просто себепкер болдым мен. 10 шаг жасадық. Аллаға шүкір, қазір мотиватор Нұрмаханға айналды ғой. Көптеген адамдар жетістікке қалай жете, мен қолымнан келмейді деген осындай Инстаграмда көптеген әлеуметтік желіде маған осындай сообщениелер келеді, күніне мыңдаған. Бір пошагово бөлісіп кете салайын сіздерге. Өз қабілетіңе сай, яғни өз қабілетіңе, өзіңнің махаббатыңмен істейтін нишаны таңдау ең бірінші. Екінші, инвестор тартуға дайындалу, яғни тизер, финмодель, презентация, осылардың барлығын дайындайсыз, жүйе ғой, дайын жүйені, схеманы құрастырасыз. Үшінші, инвестормен келіссөз жүргізу, мен жақсы көретін самый осы переговор деп айтам. Осының арқасында, переговор келіссөздің арқасында сіз 15, 20, 30 сатылым жасап, сіз табысыңызды арттырсаңыз болады. Төртінші, бірінші табысты көрсете отырып,
масштабқа шығу, яғни сен мынау міне бірінші магазинімді аштым, келесі магазин 10 магазин ашайын деп жатырмын деп өзіңнің презентацияңды таныстыру арқылы инвестор тартсаң болады. Одан кейін мысалға, пожалуйста, франшиза сатасың ба, команданы қалай жүйелейсің, барлығын осы жерде сіздер бөліссеңіздер болады уже. Инвестор жоқ деп жүрсіздер, сіздер қайдан алам, ақша жоқ, кім береді бізге дейсіздер. Ойлаңыздаршы, мынау статистика 2023-2024-тегі статистика. Қазір бұдан көп, қазір қарап көрсеңіздер болады, өзіңіздер Google-ге жазып, 27 триллион теңге депозитте тұр. Ойлаңыздаршы, 27 триллион теңге. Сіздің миллион теңгеңізде депозитте банкте тұр ғой, құр босқа девальвацияға ұшырап жатыр ол ақша. Сондықтан сіз соны түсіндіретін болсаңыз, кез келген адам сізге миллион теңгемен де инвестиция сала алады. Даже 100 мың теңге де инвестиция қылып сізге салады ақшасын. Ол банкте тұрғаннан гөрі бизнеске салса, ол табыс алып келеді сізге де, инвесторға да. Соны еске сақтап алыңыздар, инвестор жетеді, толып жатыр. Бұл дегеніміз әр қалада, кәдімгідей әр қалада, әр ортада инвестор бар деген сөз, Сіз обучениеге келсеңіз, мен өзім ең бірінші обучениеге келдім дедім ма, сол жерде танысу арқылы мен расширять еттім да, яғни мен түсіндім. Кез келген обучениеге барған кезде мен ең бірінші орта үшін барам. Нетворкинг деп айтам мен, орта сізді табысыңызды өсіреді. Яғни айтады ғой, жаңа бизнес решается на чашке кофе, там шай ішкенде шешіледі. Мен оған 100% гарантия беремін, что шаймен көп нәрсе шешуге болады. Яғни адамдармен сөйлесу арқылы, жаңа таныстық арқылы сіз инвесторды таба аласыз, бизнесіңізді масштабқа шығара аласыз. Жоғарыда айтып кеттім ғой, осы жерде таксистен миллион теңге инвестиция тартқаным бар. Ойлаңызшы, таксиге отырып, таксистке мен өзімнің бизнесім туралы таныстырып бастаймын. Ол басында түсінбейді. Ойбай, бауырым, менде қайдағы ақша, менде 5 миллионым болса осылай жүремін ба деп күліп, сол жерде қалдыңдасу арқылы, ойлаңыздаршы, маған 3 күннен кейін миллион теңге инвестиция саламын деп айтты ғой. Таксист просто мен естедім, ол кісіден мен күткен жоқпын, үміттенген жоқпын инвестиция салады деп. Яғни ниетті ақшаға қоймайсыздар, үміттенбейсіздер, тек әрекет жасайсыздар, болды. Соның арқасында, табандылықтың арқасында маған инвестор болды. 2023 жылдың зерттеуі бойынша Қазақстандағы шағын орта және кіші бизнестердің 72%, яғни 70% инвестиция тарту арқылы өзінің бизнестерін масштабқа шығарып отыр. Сіздер ойламаңыздар, күшті жүріп жатқан бизнес ол өз ақшасына жүргізіп отыр. Жоқ, инвестиция тарту арқылы, инвестор тарту арқылы, реинвестиция жасау арқылы өздерінің бизнестерін үлкен масштабқа шығарып отыр. Топовый, даже былай айта салайыншы сіздерге, мен Трампты как бизнесмен ретінде көп көремін, оны бұрыннан бері, оның кітаптарының барлығын оқимын, білімін аламын, кәдімгідей ютубтан нелердің подкасттарын көремін. Трамп маған, мен үшін кәдімгідей кумирім десем де болады. Неге? Өйткені ол мықты бизнесмен, ол 900 миллион доллар, яғни почти 1 миллиард доллар қарызға кіруден, сондай қарыздан шыққан адамда, ол сондай қарызға кіріп кеткен кезде де ол өзінің планкасын түсірмеген ғой, жерге қарай түсіп кетіп, стресске түспеген, әрекет жасау арқылы, қазір өздеріңіз білесіздер, Трамп қайда отқан, ақша жүйемен тәртіпке келеді. Яғни сіз ақшаны алып, мысалы, мен былай айтайыншы, өзім басымнан өткен бизнесте жүрген кезде, оборотта жүрген ақшаның барлығы менікі деп ойлағам. Бағана 100 миллион қарызға солай кіргем. Ең басты ұрлықшы өзім, сол магазиндегі өзім основатель деп көбінесе айтам. Бизнесте основатель өзі самый крупный ұрлықшы. Яғни ақшада тәртіп болмаса, финмодельмен, цифрмен басқармасаң, банкротты қалып келеді. И сізде ол кәдімгі схема, жүйе, кәдімгі система болмаса, бүкіл бизнес банкротқа ұшырайды. Мықты жүйе, мықты цифр ол инвестиция. Инвесторлар сіздің мықты жүйеңізге, мықты цифрыңызға, ең миллиардный даже, ойлай, сіздерге айтайыншы, мен миллиардтаған ақшалары бар кәсіпкер ағаларымды танимын да, инвестор ағаларымды танимын да, олар айтады, Қанат, давай, мен саған ақша салғым келіп тұр деп. Өздері айтады да. Неге? Өйткені мен схемамды көріп отыр, цифрымды көріп отыр. Мен даже минусымды ол кісілерге көрсетемін. Міне мен минустамын, бірақ осы нәрселерді, схема, инструменттерді жасасам, мен осындай табысқа шығам, осындай плюске шығам деп көрсетудің арқасында олар маған инвестиция салып отыр да. Бастапқыда барлығы инвестор кім болады маған, мен ешкім танымайды ғой, сенің инстаграмың бар, сенің личный брендіңе келеді дейді. Нұрмаханды айтып кеттім ғой жаңа жоғарыда, Нұрмахан қалай өзіне қазір мотиваторға айналып личный брендін дамытты. Сіз де дәл солай личный бренд дамытып, әрекет жасаудың арқасында кез келген адамды инвесторға айналдыра аласыз. Яғни маған қазір личный брендім дамытпағанның өзінде де мен 3 миллиард теңге инвестиция тарттым деп айттым сіздерге. Сондықтан қорықпаңыздар, әрекет жасаңыздар. Нұрмахан мысалға өзін просто сол жерде 15 мың, 20 мың теңгеге жаңа займ алдым, өзінің біліміне алып жатқанын түсінген ол жігіт. Екіншіден ол осы жерден просто жай ғана мастер-классқа келуінің арқасында үлкен табысқа шығып кетті да. Минуста жүрген бала ғой, былай айтқанда минуста жүрген бала, парақшасына кіріп қарап шықсаңыздар болады. Бірақ мен сіздерге осы мастер-класста дайын система, жүйе, кәдімгідей, мысалы қараңыздар, цифрмен дос болмау, операционкада қалып қою, яғни өзінің магазинінен күні-түні шыға алмайды, өзінің кафесінен, рестораннан, цехынан күні-түні сол жерде өзі разнорабочий, өзі уборщица, өзі кім екенін білмейді, соңында быт-шыт болып, ана бизнес өртенеді, соңында өзі бірге өртеніп кетеді. Бұның бәрінің шешімі
бизнес және инвестиция дейді ғой. Яғни мен балық бермей қармақ бер деп айтамын ғой. Сондай мастер-класс ұйымдастырып жатырмын. Соған келіңіздер. Осы жерде қазір именно осы 20 мың теңгелеріңізді өздеріңізге қият деп ойлаймын. Яғни ол 20 мың теңге мен үшін төлемейсіздер, мен тегін выступать етемін. Ол жерде сіздер бізде кәдімгідей қаншама нетворкинг болады. 50-100 адам ана жерде бізде нетворкинг жасайтын боламыз. Қаншама адамдармен танысып, сол жерде бір-бірлеріңізге партнер болып шығып кетуіңіз де мүмкін. Неге бұл маңызды? Бұл тек ақша табу емес. Мен үшін бұл еркін өмір. Яғни мен өзім қалаған көліктерімді, қалаған саяхатыма шыға аламын, отбасыммен бірге болу, вообще жалпы айтқанда халықты қуанту, өз тәжірибеммен бөлісу, пожалуйста, иә. И ең маңыздысы Қытайдан серіктестердің өзінің маған келуі. Мен Қытайға бармай, олар өздері мені іздеп келуі. Ең маңыздысы осы жерде, иә. Жеке бренд. Қалған қалаумен қараңыздар. Бір жылдың ішінде 800 мың оқырман, яғни миллион оқырман, жаңағыдай гиф емес, басқа емес, яғни мені іздеп, өздері тіркеліп, кәдімгідей фанатыма айналып отыр. Егер сізде бизнес бастағыңыз келсе, ақшаңыз жоқ болса да, бірақ идеяңыз бар, иә, идея көп қой бізде. Маған көптеген адамдар жазады, менде идея береді, инвестор боласыз ба деп жазады. Сізге табыстың жолын көрсететін нақты схема қажет болса, инструмент қажет болса, онда менің 0 теңгемен кәдімгі 0 теңгемен бастап, минуста болсаңыз да, мен кәдімгі осы мастер-класста, практикалық түрде осы мастер-класста, 20 мың теңгеге келетін мастер-класста 121 миллион теңге инвестиция тартудың схемасын сол жерде практиковать ететін боламыз. Бұл кәдімгідей кез келген бизнеске жарайды. Дәлше кеттік. Мастер-класс сағат 11:00-ден 19:00-ге офлайн түрде өтеді. Яғни Астана қаласында офлайн, менімен жеке кездесесіздер. Сол жерде біз жаңа практиковать ететін боламыз. Инвестиция тартуды үйренесіз. Плюс практиковать ететін боламыз мастер-класста. Одан кейін инвестиция тартуды, мысалға кәдімгі стратегия 0 теңгемен бизнес бастау. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, Instagram жеке брендті қалай жүргізу керек екен, әлеуметтік желіні қалай дамыту керек екен бөлісетін боламын. Мастер-класста келген адамдарға мен лично өзім бонустар, сыйлық берген жақсы көремін. Осы жерде мен сіздерге дайын финмодель, презентация, маған көптеген адамдар жатады, ой, презентация жасау үшін де адамдар ақша сұрайды дейді. Осының барлығын мен сіздерге рилстың сценарийі болсын, инвестиция тартудың жол картасы, осының барлығын сыйлыққа беремін, пожалуйста. Бұл мастер-классқа келгендерге арналған. Нәтижесінде бизнес моделіңізге сәйкес инвестиция тарта аласыз. Яғни 1 миллион теңге табыс табуға болады. Мүмкіндік бар 1 миллион теңге табыс табуға. Мастер-классқа келген адамдарға финмодель, тизер, келіссөз, переговор, система, инвестордың алдында өзіңді сенімді ұстау, уверенно отыру, осының барлығын практиковать ететін боламыз. Ең бастысы қайта-қайта қолдануға болатын система ғой бұл. Ең қайта-қайта любой жерде схема, бұл жүйені любой жерде қолдана бересіз. Жылдар бойы бұл сізге жұмыс жасайтын болады. Просто осы системамен 1 миллион теңге табыстан 20 миллион, 30 миллионға дейін табыс тауып отқан менің өзім оқушыларым да бар, партнерларым бар, кәсіпкерлер бар, барлығын осы жерде көретін боласыз. Өзіңіз практиковать етесіз. Мастер-классқа қатысып, 0-ден бастап бизнес ашып, 121 миллион теңге инвестиция тартудың схемасын аласыз. Нақты қадамдарын алатын боласыз. Егер сіз 0-ден бизнес бастап, нақты жүйемен инвестиция тартып, табыс тапқыңыз келсе, менің авторлық өзімнің кәдімгі командамен бірге ойластырған схемамызды сіздерге кәдімгідей сол жерде көрсететін боламын. Өз бизнесіңізді масштабын өсіргіңіз келсе, онда мен сіздерге күшті схема дайындап қойдым. Ал егер мен алыстамын, баламен үйде отырмын, мен шыға алмаймын, мен мастер-классқа келе алмаймын дейтін болсаңыз, уайымдайтын түгі жоқ. Мен сіздерге қазір онлайн түрде Zoom разбор жасап беремін. Zoom-ға шықсаңыз да болады. Zoom өткіземіз. Онда сіздің жағдайыңызды толық қарап шығамын. Нишаңыз қандай, бизнесіңіз қалай, точка аңыз қандай, масштабқа қалай шыққыңыз келіп жатыр, инвестор бәріне жеке стратегия барлығын осы жерде сізбен Zoom-да разбор жасайтын боламыз онлайн түрде. Орын саны шектеулі, себебі мен әр адамға уақыт бөлем. Ойлаңыздаршы. Нақты шешім беру үшін тек 5 адаммен жұмыс істей аламын. Дайректке разбор деп жазып кетесеңіз, каждыйыңызға разбор жасайтын боламыз. Осы жерде сабақты қорытындылайық, бизнес бастау немесе жаңағыдай кәсіп бастау оңай емес деп жүрген, просто осындай схемалардың арқасында оп-оңай екенін өздеріңіз түсінген шығарсыздар. Дайын схеманың арқасында сіздер 2x 10x жасасаңыздар болады. Егер дайын болсаңыз, офлайн мастер-классқа келіңіз, комментарийға 5 деп жазып кетсеңіз болды, 20 мың теңге, или болмаса, жаңа жоғарыда айтқандай, онлайн разборға келсеңіз болады. Онлайн разбордың құны 10 мың теңге. Мен сіздерге бұны теп-тегін беріп жатырмын ғой, былай айтқанда. Кеттік, күтемін сіздерді.